Бесінші тапсырма, Қарағайлы ауылы берілген. Не дейді? Диаграммада Қарағайлы ауылында 2001-2005 жылдар аралығында дүниеге келген сәбилер саны көрсетілген. 2001-де 40 бала дүниеге келген, 2002-де 50 деген сияқты осылай түсінеміз. Енді 2001 мен 2002 жылдары туған сәбилер санының 2001 сызықша тұр арасында, көрдіңдер ма? Сызықша тұрса, значит 2001, 2002, 2003 бәрі кіреді. 2005 жылдарды қоса алғанда, осы аралықта туған сәбилердің санына қатынасын анықтаңдар. Демек, мен қазір не істеймін? 2001 мен 2002 жылдары туған сәбилер санын анықтаймын. Басында 2001 мен 2002 жылдары. Осы жердегі сәбилердің саны, айтып тұр, 2001 мен 2002 жылдарда туған сәбилердің саны дейді. Ол бізде 40 және 50. 40 қосу 50, түсінікті, бұл жерде бізде 90 болады, Енді ары қарай 2001 мен 2005 жылдарды қоса алғанда, осы аралықта, мына аралықта айтып тұр. Туған сәбилердің санына қатынасын анықтаңдар. Қатынас деген не ол? Қатынас ол бөлу деген сөз. Қатынас математикада бөлу дегенді білдіреді. Ендеше мен қазір 90-ды бөлем 2001 мен 2005 жылдарының аралығында полностью 2001-ден 2005 жылға дейін 40 бала, 50, 45, 47, 53 осылардың бәрін қосам. 40-қа 50-ді қосқанда уже 90, біз айттық, 47-ге 53-ді қосатын болсақ 100 ба? 100 қосу 90, 190, 190-ға 45 қосамыз 235. Сонда 2001 мен 2005-ті қоса есептегенде, то есть мына жылдардыкін тоже есептейді, 2002-2003 терді ғана емес, мынау екеуін де қос дейді. Сонда біз жаңа ғана есептедік, ол жерде бізде 235 шықты. Түсіндік қой, 235 надан осыларды қосқаннан шықты. Енді бізге айтты ғой, сәбилердің санына қатынасын анықтаңдар. Қатынас деген бөлу дедік, значит 90-ды мен бөлу керекпін 235-ке. Енді ол жерде сразу біз ответтен қарайық, бөлшекпен тұр жауаптары. Бөлшекпен тұрса, мына санды бөлшекпен жазам деген сөз ғой. 235-тен 90 деп жазамыз. Қысқартамыз, екеуі де қысқарады бізде 5-ке. 235-ті 5-ке бөлеміз, 47 қалады. 90-ды 5-ке бөлеміз, 18 қалады. Сонда осылардың қатынасы 47-ден 18-ге тең екен. Д болады жауабы.